Шаштың ерте ағаруы ағзадағы ауру белгісі екен. Шығыс медицинасында шаштың ағаруы бүйректің сырқаттануымен байланысты делінеді. Ал біздер көбіне ақ шашты ақылдылықтың нышаны, орта жастың белгісі деп санаймыз. Мамандар болса, шашқа алғаш ақ түсетін кез негізінен 30 бен 40 жастың аралығы дейді. Десек те, бүгінде 40-тан асқан қырма сақал емес, жап-жас студенттердің де шашы ағарғанын көзіміз көріп жүр. Тағы да бір қызығы, біз оған таңғалмайтын болдық. Өйткені шашқа ақ түсуі жыл санап жасарып барады. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алғашқы ақ шаш пен шаштың түгел ағаруының арасында ширек ғасыр бар. Адамға еріксіз қарттықты еске салатын бұл процесс негізінде өте баяу өтеді. Алайда, күнде таңертең айнаға қарағанда өзіңіздің қартайып бара жатқаныңызды сезіну қандай жаман десеңізші. Сондықтан ақ шашты кімде болсын ұнатпайды. Бәріміз де шашымыздың мейлінше қара қалпында қалғанын жақсы көреміз. Негізінде шаштың ерте ағаруы атадан балаға берілетін гендік ерекшелікке де байланысты. Яғни ол тұқым қуалауы мүмкін. Ал басқалай жағдайда шаш не себепті ағарады? Бүгінгі жастардың самайын ерте қырау шалатыны неліктен? Зерттеушілер адамның шашын екі бөлікке бөліп қарастырады. Біріншісі, кімді де болсын әдемі немесе сүйкімсіз етіп көрсететін кәдімгі шаш. Екіншісі, оны ұстап тұрған түп тамыры. Шаш тамыры бас терісінің ішінде фолликул деп аталатын орамның ішінде орналасқан. Ал әр фолликул шашқа түс беретін арнайы пигменттік жасушаларды сақтайды. Бұл пигменттік жасушалардың шаштың өсуіне және оның түске боялуына әсер ететін меланин деп аталатын затты шығарады. Сондықтан біздің шашымыз қара, сары, ақ немесе басқа түсті болуы осы шаш түбі қандай және қанша меланин көлемін сақтайтынына байланысты. Адам жасы ұлғая келе шаш фолликулы сақтаған жасушалар пигменттер бірте-бірте өле бастайды. Шаш түбіндегі жұмыс істейтін тірі пигменттік жасушалардың азаюына байланысты бірте-бірте аз көлемде меланин алынатындықтан алдымен шаштың түсі сұрғылтым тартып, одан соң күміс түстеніп, ақырында мүлде ағарып тынады. Адам жасы неғұрлым ұлғайған сайын шашы ағара түсетіні де осыдан. Сондай-ақ ағару шаш түбіндегі пигменттердің азаюынан бөлек, адам ағзасында белок құрамында болатын тирозиннің жетіспеуінен де болады. Бұдан бөлек шаштың ағаруына жүйке жүйесі қызметінің бұзылуы, витаминдердің жетіспеушілігінен, эндокриндік жүйенің дұрыс жұмыс істемеуі, шаршаңқылық пен қаназдық және күн астында көп болу сияқты себептерде әсер етеді. Адам шашының құрамында алтын, күміс, мыс, тағы басқа металдар бар. Осылардың ішінде шаш түбіне мыс құрамының жетіспеуі ерте ақ түсуге алып келеді. Ал мысты біздің ағзамыз жаңғақ, бидай, фасоль, петрушка сияқты өсімдіктерден ала алады. Самайын қырау шалып, ақ түсе бастағанын білдірмеу үшін кімде болса шашын бояйтыны белгілі. Әрине, жасанды түстен гөрі өз шашың болғанына не жетсін. Сондықтан шашқа ерте ақ түспеудің амалдарын біле жүрген артық болмайды. Ол үшін не істеу керек? Ең алдымен В1, В2, В6 витаминдерін қабылдаған жөн. Өйткені В және ПП никотин қышқылы шаш түбін нығайтып нәрлендіреді. В3 ақтың түсуін баяулатады. Ал В2 мен В6 бас теріс жасушаларының қоректену мүмкіндігін жақсартса, В5 оның су мен май тепе-теңдігін сақталуын жақсартады. Дәрігермен кеңесе отырып, арнайы қолданылатын қайнатылған шөп тұнбасын, эфир майын бас терісіне жағудың немесе шөп қайнатпасын ішудің пайдасы зор. Бұдан басқа шаш түсуінің өзгеруіне әсер ететін шаштың түбіне жағатын гель немесе эмульсия да бар. Шашқа ақ түсуінен қорғайтын дәрілерді дәрігердің арнайы рецептімен алып тамақтанғаннан кейін жарты сағаттан соң күніне 3 рет 1,5 ай қабылдау көп пайдалы. Сіздермен болған Шипагер арнасы. Арнамыздың ары қарай дамып, пайдалы ақпараттармен бөлісу үшін арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз.